Мен асыге барайын. Тулақтың қалған мына ұлтуарға қайнатып берейін. Мен де жеймін. Өйеңшен шуылдақтар. Шыдаңдар. Қазір бәрін жеп дауыса салсақ, ертең не күн көреміз. Шыдаңдар, жандарым. Шыдаңдар. Кіп-кішкентай балапанның не құрсағы бар дейсің. Бір-екі ас қасық берейін жол өтіп. Шыдаңдар, жандарым. Шыдаңдар. Шудың бойына бару керек. Онда жұрт балық аулап тырғап жатыр дейді. Айтпақшы, Жібек, атам бұрындары балық аулаушы еді. Үйде ау бар емес пе еді? Иә, бар екен. Бірақ Оны тапта жатыр. Жібек екеуміз балық аулаймыз деп іздегенбіз. Қораның төбесінде, ескі жүндердің арасында. солардың арасында шіріп кетіпті. Жарамайды, кеткен. Қарным ашты. Атам қашан келеді? Оңғаным, ата келмейді. Ол далада өліп қалды. Білемісің, өліп қалды. Әкем де өліп қалды ма? Болды. Жыламаңды. Күш-қуаттарың кетіп қалады. Шыдаңды. Қазір түсте болып қалды. Жібек, Жазира, жүріңдер. Қазан ошаққа отын жинап әкелейік. Досы, біз өлеміз бе? Жоқ. Жамал. Мен өлгім келмейді. Мен өлмеймін. Сен де. Ана, келерінде. Өлімге хақларың жоқ. Түсінемісің? Біз өлмейміз. Әкем келеді. Е, тасадым. Антұрған аштықтан құтыламыз. Я, құтыламыз. Қазық арта жейміз. Я, көресің. Әне келе жатыр. Міне келе жатыр, келіп қалды. Есіңді жиыл бассын. Әкеміз жоқ. Кездеріңіз шетер еді. Жоқ дедім ғой. Жынды. Әкем мені шақырып жатыр. Я, әкемнің даусын естіп жатырмын. Мен әкеме кеттім. Есіңді жеші, барғашы. Байды той, күшін кетсе, бөлесің. Қазір келеріміз қағалы сана келеді. Я, қазір тамақ ішеміз. Есімізді жинаймыз. Сосын әкем келеді. Ет әкеледі. Өте көп ет әкеледі. Бала, етке тоямыз ғой, я? Алақай, мен ет жеймін, әкем ет әкеледі. Алақай, біз ет жейміз, қарнымыз тояды, ашқанды қояды. Алақай. Құдайым-ай, шеттей балаларды сонша қинайтындай. Біз не жаздық саған? Айтшы мұлға Құдай. Шүкін үйде аузыңа басы, тамақ та жоқ. Әбден шаршадым. Әкем, тамақ, қарным ашты. Қазір жаным, қазір. Әпкелерін жібек жатыра кетті. Қазір әкеледі. Қазір.
қағаға қыста түпімізге жететін болды. Әкем 2 ай бұрын жалғыз атын мініп, бізге тамақ табамын деп кеткен болатын. Атам да кеткелі біраз болды. Екеуі де өліп қалған шығар. Мына смаштық төңіректегі туған туыс, көрші-қоланың бәрін жалмады. Жұрты қойдың де құдайы бар. Мен қайтсем де соңынан ерген бауырларымды аман алып қаламын. Естимісің ғой Құдай? Сен бізді өлтіре алмайсың. О, Тәңірім-ау, жалбарынам сенен, жалынам. Маған күш-қуат бере көр. Менің бауырларымды қорғай көр. Естимісің жаратқан ием? Бір ғана өтінішім, менің бауырларыма тиіспе. Біз бұрын бай едік, бақытты едік. Қайда енді соның бәрі? Тартып алды қызылды. Комиссар солдаттарымен кеп, қорадағы малдың бәрін айдап әкетті. Атам жалғыз атын шасырып қалған еді. Оны да көп көріп, қамбадағы малдың жеміне шейін сыпырып алып кетті. Атамды байғұлақ деп сабап, әкемді итшеккенге айдатам, көзімді шіретем деп қоқан лоқы жасап күн көрсетпеді. О, Тәңірім-ау, 12-де бір гүлім ашылмай жатып, көрсеткенің осы азап еді. Мына кіп-кішкентай балапанның жазығы не? Соншама күнәңді батыратындай біз не жаздық саған? Күннің көзі қырауда, тамағы сен, көзім оғанша қажетем. Аналардың күні не болмақ? Қайтем, не істем? Мә, Жадыра, нағашы ағамыздың бақшы болғаны қандай жақсы болды, е? Е, бауырларым, енді біз өлмесін күні көреміз. Нағашы ағам бізді шақ күн алып кетем деді. Ол келгенше мұна малға жете ме? Жеткізіңдер деді ғой. Жеткіземіз. Жетеді. Осы күнге дейін толақ кеміріп жеттік қой. Әпке, өліп қапты! Әпкешім, жаным, көзімді ашы. Тамаға келдік. Қазір сық сөрпәші бәлденесі. Нағыл апа, енді біз өлмейміз. Нағашы ағам балыға кеп берді. Бізді алып кетеді өзіне. Қыздар, Жібек, Жазира, Жамал, қазан ошақты жағыңды. Бол тездетіңдер. Жаңылдың күш қайтып барады. Ыстық майлы сұрпа берейік. Жадыра, мен алда-жалда жүріп кетсем. Оларға бас көз болып. Жоқ, әпкешім, сені ешқайда жібермеймін. Біздің азапты күніміз бітті. Біз жетім көлге бара жатқанда, жолдан ағаш ағам Қырымбек жолықты. Қолында балығы бар, астында ертіселген атымен. 2-3 күннен кейін келіп, бізді өзіне көшіріп алып кетеді. Бәрін сұрады. Сенің қал жағдайыңды білді. Шыдаңдар деді. Ұлтуарға тамақ беріңдер. Аш құрсақ ішінде тамақ жоқ. Ыстық ас ішпегелі қашан. Жадыра, нағашы ағам келді. Нағашы ағамыз келді. Нағашы аға? Я, өзі жарты жолдан қайтып кепті. Ертелі шанасы бар, бізді алып кетеді. Мені де естейтін құдайым бар екен-ау. Бауырларым, енді бізді жаңа өмір күтіп тұр. Өлімнен кейінгі өмір.
Жүріңдер, нағашы ағамызды қарсы алайық.